Саламатсыздар ма оқушылар? Дене шынықтыру пәні бойынша онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы футбол ойынының шығу тарихы, футбол ойынына түсініктеме беру. Сабақтың мақсаты футбол ойынының шығу тарихына толық мағлұмат беру, оқушылардың футбол ойынына қызығушылығын арттыру, салауатты өмір салтын насихаттау. Техникалық қауіпсіздік ережелерімен танысу. Үй жағдайында жаттығулар орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Жаттығуларды орындауға арнайы бос кеңістік таңдау. Жаттығу жасайтын орынның тазалығына мән беру. Жаттығуларды орындау кезінде кедергі болатын заттарды алып тастау. Жалпы дене дамыту жаттығуларын орындамай жаттығу жасамау. Келесі кезекте жалпы дене дамыту жаттығулары. Дене жаттығулары сенің ағзаңды жақсы дамытады, денсаулығыңның нығаюына көмектеседі, бұлшықеттер мен сүйектерді нығайтады. Басты алға, артқа, оңға, солға иеміз. Одан кейін басты бір жаққа және басқа жаққа айнала қимылдатамыз. Иықты бөбешікке дейін тартылатындай жоғары көтереміз. Қолдарды жан-жақтан, алақандарды ішке қаратып жоғары көтереміз. Аяқты ұшымен артқа қарай жылжытамыз. Жақсылап бүгілеміз. Дененің құрысын жазған соң, негізгі кешенге кірісеміз. Сол қолды жоғары көтереміз. Оң қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кейін оң қолды алға көтереміз. Сол қолды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшына тұрамыз. Кеудені жерден көтереміз. Қолдарды жазып, дем аламыз, бүгіп, дем шығарамыз. Тізелері бүгілген аяқтарды кезектеп көтереміз. Оң тізені сол шынтаққа, сол тізені оң шынтаққа. Оң аяқтың созылған сол қолдың саусақтарына, сол аяқтың созылған оң қолдың саусақтарына сермеулерді орындаймыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, денемен оң жаққа қарай, одан кейін сол аяқ жаққа ұмтылып, денемен сол жаққа қарай бұрыламыз. Оң аяқ жаққа ұмтылып, тізерлей отырамыз. Сол аяқ жаққа да солай жасаймыз. Қолдарды жан-жаққа көтереміз. Бір мезгілде сол аяқ жаққа алшақ ұмтыламыз. Басқа да жаққа солай қозғаламыз. Тізерлей отырғанда дем шығарамыз, жазылғанымызда дем аламыз. Екі аяқта секіреміз. Тез шапшандықпен дем алуымыз бір қалыпты. Денені аздап оң жаққа бұрып, оң аяққа еңкейеміз. Кейін жазылып, басқа жаққа да қайталаймыз. Еңкейгенде дем шығарамыз, жазылғанда дем аламыз. Сабағымыздың негізгі бөлімі футбол ойынының шығу тарихымен таныстыру. Футбол тарихы 12 ғасырдан басталады. Алғаш рет Англияда дамыды. Саяхатшы Гастон де Фуа өз заманында футболды барымтасымен бақылап, ағылшындар футболды ойын деп есептесе, онда төбелес не дейді деп жазып кеткен екен. Футболға қарсылық көрсеткендер болды. Мысалы, шіркеудегі діндарлар, феодалдар футболға тыйым салынуын талап еткен екен. 1908 жылы футбол олимпиадалық ойындар тізімінен орын алды. Ал 1863 жылы Лондонда футболдың жаңа шарттары белгіленді. Жобаға енгізілген ережелерді арнайы комиссия жіті қараған. 1872 жылдан бастап футболдың халықаралық кездесулер өткізілді. Доданы Англия мен Шотландия футболшылары ашты. Футбол ойынына түсініктеме беру. Футбол ағылшынша фут, аяқ, бал, доп. Спорттың командалық ойын түрі. Футбол әлемге аса танымал ойындардың бірі. Ойынның негізгі мақсаты қарсылас команданың қақпасына аяқпен немесе басқа дене мүшелерімен қолдан басқа қарсылас команда салған саннан көбірек доп салу болып табылады. Әр командада максималды 11 ойыншы,
қосалқы ойыншыларды санамағанда. Оның біреуі қақпашы. Өз айып алаңында қақпаштан басқа ойыншы допты қолмен ұстауға болмайды. Қақпашыдан басқа ойыншылар қорғаушылар, жартылай қорғаушылар, шабуылшылар болып бөлінеді. Бір ойынның аты матч. Матч 2-45 минуттық бөлімнен тайм тұрады. Ойын арасында 15 минуттық үзіліс бар. Егерде матчтың нәтижесінде екі командада бірдей гол салса, тең ойын деп саналады. Бұл жағдайда тағы қосымша уақыт 15 минуттан 2 тайм берілуі мүмкін. Егерде қосымша уақыттан кейін тең ойын болса, матчтан кейінгі пенальти жұптары өткізіледі. Ойын алаңы. Ойын ұзындығы 100-110 метр, ені 64-75 метрлік төртбұрыштан алаңда өткізіледі. Биіктігі 2 метр 44 сантиметр, ұзындығы 7 метр 32 сантиметрлік қақпасы бар. Қақпаның сыртында тор керіледі. Футбол добы. Футбол добының салмағы 396-453 грамм, диаметрі 68-71 сантиметр. Ойын шарттарын бұзушылықты фол деп атайды. Егер ойыншы өзінің 16 метрлік айып алаңында тәртіп бұзған жағдайда, төреші 11 метрлік айып соққысын белгілейді. Бірінші рет тәртіп бұзған үшін сары қағаз беріледі, ал екінші қайталаған жағдайда қызыл қағаз көрсетіп, ойыншыны ойын алаңынан шығарады. Енді сіздерге тапсырма. Футбол ойыны қай ғасырдан бастау алады? Футбол ойыны қай жылы олимпиадалық ойындар тізіміне енді? Ойын алаңында қанша спортшы болуы тиіс? Қандай жағдайда сары және қызыл қағаз көрсетіледі? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.